Біздерге ауыл ұнайды, ауылдың адамдары ұнайды. Бұл сөз біздің жұмыс тобымыз үшін ұран болып кеткендей. Халқымыздың жүрген аяққа жүргемілігер деген қанатты сөзі тура журналист, тілші ағайындарға арналып айтылғандай. Бұл сөздің жаны бар. Неге десеңіз, жүрсең ғана жаңа дүние жарық көреді. Енді ауыл және адамдар бағдарламасына тоқталсақ, 2010 жылы эфирге шыққанына 5 жыл толатын ауыл және адамдар бағдарламасы ай сайын дайындалып, телекөрермендерге жол тартады. Жолды жүрген біледі демекші, іс-сапарға шығу, діттеген жерге жету, барған жерден елге ұнар әсерлі телебағдарлама дайындау оңай емес. 40 градус аязда, жауын шашында, қарлы боранда сапарға шығуды ой елегінен өткізіп бағамдауға болады. Қарап отырсақ, өткен жылы біздің жұмыс тобымыз 3000 шақырымдай жол жүрген екенбіз. Бұл дегеніңіз табиғаттың 4 мезгілі деген сөз. Осындай іс-сапарларда ауылдардың тіршілігін білеміз. Талай-талай ауыл адамдарымен жүздесеміз. Қаншама шешілген, шешілмеген проблемалардың беті ашылады. Жақсылықтарды жеткізгенше асығамыз. Ауыл және адамдар телебағдарламасын мен журналист Ақмарал Сағымбекова, режиссер Жанна Тұяқова, телеоператор Анатолий Классин сияқты ауыл десе ішкен асын жерге қояр азаматтар дайындайды. Сондықтан да тұшымды хабарлар дүниеге келіп жатады. Көктемен қыс таласып тұрған өлара шақта ауылға жол сапарға шықтық. Наурыз айы болса да ауада қатқылдық бар. Жерде жатқан қар көбесі тіпті сөгілмеген. Сол қалпында жер ананы қимағандай көмкере жайғасқан. Жол бойы біздермен сапарлас болған Ақшақар әлемі біздерден қалғысы келмей сонау Қашыр ауданына дейін жетектеді. Аспан да ақ жермен тұтасып кеткен. Жол мақсаты жету демекші, біздерде көзді ашып жұмғанша Қашыр ауданына табан тіредік. Аудандық әкімдіктегі әлеуметтік экономикалық ахуалға көз жіберген біздер біраз игі шаралардың куәсі болдық. 2008 жылмен салыстырғанда еңбек биржасындағы 580 адам саны биыл 180-ге, аудан бойынша материалдық көмекке зәру 1200 адам саны 600-ге қысқарған. Ауданда туберкулез сырқатымен ауыратын 68 науқастың жартысына жуығына қаржылай жәрдем тағайындалғаны құптарлық. Сонымен бірге аудандағы кәсіби бағдар беретін мектеп бүгінде шаруашылыққа қажет мамандарды арнайы жолдамамен дайындайды екен. Қазір осы мектепте 15 адам қажетті мамандық бойынша білім алуы құптарлық. Аудандағы осындай игі жұмыстармен танысқан біздер жолға шықтық. Жолдың екі жағын көмкерген ағаштармен жарыса Октябрьск ауылына келдік. Ауылдың тұрмысы, әлеуметтік жағдайын бірден байқауға болатындай. Мұржаларынан түтіні көлбей ұшқан елді мекеннің тіршілігі ретімен жүріп жатқанын көшеде кездескен адамдардан байқалады. Бір мамыражай байсалдылық бар ауыл тұрғындарында. Ауылдық округтың құрамында 5 елді мекен тіркелген. 2000-ға жуық тұрғыны бар елді мекеннен басқа жерге қоныс аударамын дегендер жоқ болып шықты. Октябрьск ауылдық округіндегі 30-ға жуық шаруашылықтарының ішіндегі байырғысы Выборный жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ат басын тіредік. 1997 жылы құрылған серіктестік бүгінде өз ісімен көпшілікке танымал болып отыр. Аталмыш шаруашылық негізінен егін өсірумен айналысады. Дәнді және жемазықтық дақылдармен қатар күнбағыс өсіруді қолға алған. Егістіктің 50%-ына осы дақыл егіледі. Әлі де егіс көлемін ұлғайту ойда бар дейді серіктестік басшысы. Занимаемся семенами пока. Сейчас вот конкретно подсолнечником. Семена подсолнечника готовим. Вот, и немножко ремонт тоже начали. Кировец вот в гараже ремонтируется. Вот, потом что? Образовались в 97 году. Вот по сегодняшний день работаем как хозяйство. Сеем в основном подсолнечник и зерновые. Где-то 2000 гектаров сеем. Істетігін білер адам шаруаны дөңгелете алатыны рас. Александр Алексеевичтің жұмыс алаңында шашау жатқан ештеме жоқ. Барлық техника сақадай сай ретімен жөнделіп жатыр. Сондай-ақ егістік зиянкестеріне қарсы гербицид сұйығын шашатын арнайы қондырғы да осында. 2000 литрлік жабдыққа қажетті көлемді гербицид ұнтағын араластырып 12 метр егіс алаңына сеп алады екен. Бұл өсірген егістіктен мол өнім алудың кепілі. Бүгінде астық қоймасындағы Саратов және Павлодар тұқымдық бидайы тазаланып, кептіріліп алынған. Арпа тұқымы да қоймада. Күнбағыс тұқымы да арнайы қондырғыда кептіріліп тазалануда. Егіс қамы қадірден қолға алынуда. Осы алынған күнбағыстан өз жұмысшыларымыз үшін май дайындаймыз. Осылай қажетімізді өтейміз дейді Александр Выборный. Біз келгенде сақтау орнынан тұқымдық күнбағыс әкелініп тазалана бастады.
Дақыл дәні ірі баданадай, өнімділігі де жақсы болар деп ой түйдік. Көктемнің бір күні бие, бір күні түйе деген емес пе? Жарықтық күн бір күні жарқырап, атырапты жайнатып жіберсе, екінші күні аспан қабағын түйіп алып, қар аралас бұршағын жаудыра қояды. Асығыс шыққан жаздың арты қуаңшылық болатынын білетін, елде белеңдейтіндер табиғаттың бұл мінезінен жақсылық күтеді. Біз де осындай табиғаттың құбылып тұрған сәтінде Ақтоғай еліне іс-сапарға аттандық. Автокөлігіміз тақтайдай жолмен жеткіп келеді. Біздер Ақтоғай ауданының әлемдік дағдарыс кезіндегі әлеуметтік экономикалық жағдайы, елдегілердің көңіл күйі қандай дәрежеде екен деген ойда келеміз. Ойды ой жетелеген біздер ауданға да ат басын тіредік. Біздерді аудан әкімі Манап Көбенов жылы шыраймен қарсы алды. Аудан әкімі Харьков ауылдық округіне жол бастады. Жер аяғы кеңіген осы бір сәтте қолда бар мал жолдың екі жағын ала жайылып жүр. Тәуір болмайды деген емес пе? Қыстан қарбанып шыққан мал басын жерден көтерер емес. Шаруа адамы үшін бұл да жеңілдік. Біздерді ауылға кіре берісте ауыл әкімі Төлеу Дошанов қарсы алды. Кездескен сәтте ауылдағы науқандық жұмыстың барысынан хабардар етті. Жер қатты деп крестьяндар шықпай тұр. Жаңа біз барып сөйлескенбіз таңертең. Сонда сағат 12 кезінде шығамыз. Жер жібіген кезде 3 агрегат қазір шығады. 2 агрегат дайын тұр. 5 агрегат негізі. Кім Филиппишин Анатолий. Володясы ол неде Надеждасы Палата. Ол сөзінің істерімен жүр. Негізі жалпы дайындықтар жаман емес сонда. Ауданның өз біздің программамыз бар ғой. Соған байланысты әр ауылда әлеуметтік жағдай болсын, және мына мектеп жағдай болсын, содан кейін мынау біздің ауыл шаруашылық жағдай болсын, соған біздің жоспарларымыз бар. Соны бәрін істейміз ғой. Елді мекенде әлі де әлеуетті жеке шаруашылықтар бар. Соның ішінде құрылғанына 14 жыл болған, осы уақыттың ішінде өзін еліне танытып, елге жерге адалдығын білдіріп жүрген Анатолий Филиппишиннің Весна шаруа қожалығының орны ерекше. Филиппишиндердің енді осы Харьков округында осы ағайынды екеуі істеп жатыр. 20 мың гектар жерлері бар өзі. Аудан бойынша 41 мың гектар шешетін болсақ, 20 мың гектар осылар шешеді. Міне үлкен ауыл шаруашылық. Өзің басшылары және көбінесе көп байланысты ауылда жұмыс істейтін кісілері бар. Жылдан жылдары көбейтіп жатыр кісілерді. Есеңіз, егін алу үшін, егін шаш үшін ол оңай жұмыстар емес. Сол бір жақсы жағдайы ауылдың осы тұрғындарымен бірге халыққа жұмысты өзі беріп, сол халықпен бірге жұмыс істеп, жақсы істеп жатыр. Негізі осы Филиппишиндердің өзіміз сөйлескенмен биыл тарымды көбейтеміз шашуды. Соның өзіміз кішкене ойлағанымыз переработка жасаймыз ба деп сол ойлар бар. Осы Филиппишинға дейсіз. Бітерістің басына жақсы келер қасына демекші, біз келгенде шаруагер Анатолий Филиппишин егіске бірінші рет трактор шығарып, көктем қалғал жабу жұмысына кірісіп кеткен екен. Біздер қарасынан босаған қоңыр даламен жарыса, егіс басына келдік. 2К700 тракторы егіс қозыдай даланы еңбек үніне бөліп жұмысты қыздыра түскен. Механизаторлар егістік еңбек үнін сағынғандай келген біздерді байқар емес. Бірінші күн деуге болмайтындай біршама егіс алаңы жыртылып қалыпты. Жер иісі ғана атырапты алып тұр. Мол астық алудың ең басты шарасы осы ылғал жабудан басталады деп, егістіктегі жерді біздерге көрсетіп жатыр Манап Шарапиденұлы. Бірінші күн полияға шығып отыр, бірінші күн емес, екінші күндей. Қазір уақытта жер былтыр өте құрғақ болды жыл. Бүгін көктем ертелеу келді. Соны бәрін қарып пайдаланып, бір жұманың ішінде осы жердің барлығын өзіміз байқанда жаңа өзіңіз көрдіңіз, жер қалай арада кеуіп, ашылып қалған, соны бәрін жауып, қазір уақытта закрытие олагайды. Бірінші осы
көктемдегі далаға шығып мынау егінді ойласақ осы жұмыстан бастау керек. Көктемнің бір күні жылғадық деген емес пе? Тамылжыған мамыр айы жер бетіндегі тіршіліктің бәріне мейірімін төгіп, жайнатып, жарқыратып жіберетін әдеті. Мамырмен таласа біздің телевизиялық топ Май ауданына іс-сапарға аттандық. Жылда солай майда майға барамыз деп күлісіп қоямыз. Бет алысымыз Қазан ауылы. Ауылдың тарихын еске түсіре бастадым. Тың игеру жылдарында Татарстанның Қазан қаласынан келген тың игерушілер осы елді мекеннің алғашқы қадасын қаққаны ойға алды. Таңмен таласа тұрған біздерді қара жол телеуде. Айнала жап-жасыл кілемге оранып келеді. Кеше ғана ақ көрпеге оранып жатқан дала түрлене түсуде. Жерден тіршілік сәулесін іздей күн көрлеген сап-сары бақ-бақ гүл айналаға тәкаппарлана қарайды. Күн шуағы да ерекше нұрын төгуде. Жер аяғы кеңіп мал біткен жайылымда көк шөптен бас көтерер емес. Жолдың екі жағындағы ағаштарда бүр жарған, айнала мереке, көктем мерекесі, көңіл мерекесі керемет. Баратын жеріміздің атауы қызықтырған мен жеткенше асықтым. Аршалы десе Аршалы, 3 облыстың түйіскен жер екен. Асан Қайғы бабамыздың жер үйіғы жанымызда екен. Аршалыға жақындаған біздерді мыналар кімдер дегендей сүйріктей сылаң қаққан жылқы осқырына қарап кетіп барады. Біздерге жол бергісі келмегендей ме қалай? Жап-жасыл жалпақ төбешіктердің ортасында малы мен жанын күтіп баптап отырған ағайынды Ақтаевтарды ата қоныс киесі жебегендей. 98 жылы 50-дей қара мал, 100-дей қой, 100-дей жылқымен бастағанбыз. Қазіргі күні қойдың басы 500-ге жетті. Оның ішінде 300 аналық қара малдың 150-ге өсірдік. Былтырғы жылы қыстаққа 100 аналық сиырмен кірдік. Жылқы малы 400 бастанасы төлімен 125 аналық бар. Онда ақырғы 3 жыл бойы асыл тұқымды жабы өсірумен шұғылданып сол статусын алғанбыз. Асыл тұқымды шаруашылықтың солай осылай айналысып жатырмыз. Беткейде құлдыраңдаған құлынын ерткен 400-ге тарта жылқы жайылып жүр. Желге қарсы желкендей жөнелер жарықтық жылқы малын шашау шығармай, 2 жылқышы қырағылық танытып тұр. Төл алу науқаны аяқталған. Қой малы ауылдан ұзаңқырап кеткен. Ал сиыр малы тіпті көлге түсе қоймайды. Ауылда қарбарас тірлік, бие сауымы болған шақ екен. Қымыз иісі келгендей тамсанып қойдық. Қойдың қоршауын кеңейту үшін дәнекерлеу жұмыстары атқарылуда. Ана бір өздері жасаған тас қорған жылқы малының тыныстар орны. Одан нәріректе қыстан қалған шөп маясының мұрты да бұзылмаған. Осындай тиянақтылықты көрген біздер іскерліктің алғы шарты үнемшілдік деген ойда қалдық. Бар техника маусымдық жұмысқа дайын. Шаруасы дөңгеленген Ақтаевтардан үйренер тұстар жетерлік. Жаздың жаны шілде ғой шіркін. Шілде айы барлық тіршіліктің кемеліне келіп, әдемілікке әдемілік, шырайға көркемдік, бояуға қанықтық қосып, қыбырлаған жан жануарға жәндікке дем берген, шөлдегенді сусындатқан табиғаттың жұмағы демесіңе болмайтындай. Айнала жап-жасыл. Біздің жұмыс тобымыз таңмен таласа іс-сапарға шықтық. Бет алысымыз Лебяжі Аққу ауданы. Жол біздерді алға жетелей жөнелді. Аспанда бұлт торлаған. Жаусам бекен, жаумасам бекен деп ойланып тұр. Табиғаттың құбылысына үйренгеніміз сонша біздерге жаңбыр жауса да баратын жерге барып жұмысымызды атқару міндет. Біздер тас жолдан солға бұрылдық. Қаза ауылының жеке шаңырақ көтеріп еншісін бөлгеніне 48 жыл болған екен. Аудан орталығынан ара қашықтығы 45, ал облыс орталығынан 108 километр. Негізінен ауыл шаруашылығымен айналысатын болғандықтан жайылымдық жер көлемі 55.983 гектар. Ауыл әкімі біздерді ардақ шаруа қожалығының шөпшілері еңбек етіп жатқан шабындыққа алып келді. Жолдың екі жағы толған үйілген мая шөмелелер. Біз келгенде шабындық басында жұмыс қызған. Дүрілдеген тракторыны айналаны алып тұр. Сөйлескендердің сөзі де естілмейді. Дегенмен жұмыс барысын сұрап жатырмыз. Жаңа ғана шабылған көк шөптің иісі айналаны алып кеткен. Жайнаған жаз тура осы жерде сияқты. Көңілдер көтеріңкі. Еңбеккерлердің жүзі жарқын, еңбекке деген бір құлшыныс байқалады. Шабындықтан мол өнім алатынына шаруагер азаматтар риза. Ал енді мынау шабындықта жұмыс қызып жатыр екен. Үйілген маяларды көріп отырмыз.
Осы сіздің шаруа қожалығыңыздағы бүгінгі жұмысқа тоқталсаңыз, мынау шабындықтағы. Бізде қазір бүгін енді шабындықта 3 трактор жүр, 1 трактор итеріп жүр. Енді 1-2 күнде шығады К700, тағы бір трактор шығады, ол шоп. Барлығы 7 трактор жүреді. Оның ішінде 6 Беларусь, 1 К700. Сол бізде план 2,5 мың тонна. Шабатын жеріміз 5000 гектар. Аз өнім гектарынан 7-8 центр алып жатырмыз. Енді ойлаймыз, осыны сентябрьге дейін план 2,5 мың тонна толтыруға. Енді біраз бізде тоғайда шоп бар. Енді ойлаймыз, биыл өзіміз күшпен шығып, тоғайға бармай, өзім аламыз деп. Жол, тағы да жол. Бет алысымыз дәмді де сапалы қымызымен таныла бастаған Алтай шаруа қожалығы. Жылқышылар ауылына беттегеннен ақ қымыз ішкіміз келіп тамсанып қойдық. Әйтпесе қазақ боламыз ба шіркін. Алтай шаруашылығы 1992 жылы шаңырақ көтерген. 2918 гектарды алып жатқан шаруашылықтың жайылымдық жері көлемі 1302 гектар. Оның да негізі бар. Шаруашылықтың тұтқасы мал. Әсіресе жері от, ауасы бал өңірдің құдіреті мал аққуы саналатын жылқы малы. 1020 бас жылқы малы өңірді тұяғымен дүбірге бөліп тұр. Оның ішінде 524 бас бие жыл сайын құлын ертіп, қымыз өндірісін дамытуға жол ашып отыр. Тұяғымен жер тарпаған қамбар ата жүрдек емес пе? Жылқы малының көпшілігі ауылдан алыста жайылымда екен. Ішсең таңдайыңды суырар шілденің балғымызына жер бетінде тең келеді. Біздер қымызға қол создық. Ата бабамыздан бері келе жатқан осы киелі де кінәз тағамды ұстап ашытудың ұлттық әдісін сақтап отырған шаруа иелерінің талғампаздығына таң қалмасыңа болмайды. 5000 жылдық тарихы бар сусынның 21 ғасырға шен-шекпенін жоғалтпай еркін келуі көп жайды аңғартады. Ағаш күбілерге құйылған саумалды жеріне жеткізіп ашытып, талғамы жоғары тұтынушыға жіберу үшін қаншама жұмыс процесін атқару керек. Қымыз тұратын ыдысты тобылғымен ыстау жұмысы да уақытылы атқарылып тұрмаса сусын дәмді болмайды дейді Алмагүл Мукина. Қымыз құйылатын құтыларды тазалап, жуу, оларға құю, оларды уақытын өткізіп алмай тұтынушыға жеткізу жинақылықты талап етеді. Әсіресе сағат сайын бие сауымын өткізіп алмай, нақты уақытында сау жатқан еңбек процесі. Тәулігіне 170-180 литр сүт сауып, қымыз дайындалады. Нәтижелерде жеткілікті. Алтай шаруа қожалығы дайындаған қымыз өнімі республикаға ғана емес, шетелдерге де танымал. Олай дейтініміз Германиядан жақында ғана хат келген. Міне бұл елді шетелге таныту деген сөз. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шешуші үлес қосатын мал шаруашылығы екені анық. Сондықтан елімізде барлық ауыл шаруашылығы малының тұқымын асылдандыруға айрықша мән беріліп отыр. Алтай шаруа басшысы Сәтбек Мукин де жылқы малының тұқымын асылдандыруды қолға алып отыр. Егер осы әдіс жүзеге асса, бие сау жыл бойы мүмкін болып, өндірістің тоқтаусыз жұмыс істеуі қамтамасыз етілмек. Үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласын дамытуға басымдық беріліп отыр. Осы орайда өңдеу саласын техникалық және технологиялық жағынан қайта құруға мән берілген. Алтай шаруа қожалығына орналасқан жерінің табиғаты тамылжып тұр. Көк шөп белуардан келеді, айнала жап-жазық. Бұл жердің қожасы инелік пен жылқылар іспетті. Шаруашылықтан небәрі 2 шақырым жерде алқызыл түске бөленіп, алаулап тұзды көл жатыр. Көл беті ақырын толқындап, толқын жағаға соғылып, су сыбдыры естіледі. Көл жағасы жап-жасыл желекке оранған. Өзі тұзды бола тұра, айналасын жасыл желекке көмкерген, табиғатқа таң қалмасыңа болмайтындай. Емді қасиетке бай көлге бізде де аяқ малып тамашалап қалдық. Сапарына Саралемді ілестіріп күзде келіп жетті. Биылғы ауа райының құбылысы облыс жұртшылығын таңғалдырып тұр. Біз іс сапарға шыққанда да ауа райы құбылып кетті. Біздер жолға шыға жаңбыр құйдай келіп, егінге барайық деп едік, енді қалай болар екен деп алаңдап келеміз. Көлігіміздің терезесін сабалаған ақ жаңбыр қара жолды тіпті көрсетер емес. Айнала жаңбыр. Ақ жаңбырда ауыл деп алаңдаған көңілдер. Бет алысымыз Өспен ауданы. Біздерді ауданның қақпасы алдында аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы Ержан Теміржанов пен ішкі саясат бөлімінің қызметкері Жанна Кәрімова қарсы алды. Бір-бірімізді бұрыннан танитын адамдардай жаңалықтармен бөлісіп жатырмыз.
Ауданның кіреберісінен басталған жинақылық, тазалық, әдемілік ұқыпты қолды аңғартады. Түзу көшелер бір-бірімен жалғасып жатыр. Сан ұлттың өкілдерінің ынтымағы байқалады. Орталықтағы қайтадан жөнделіп қалпына келтірілген өңірге әдемілік беріп тұрған демалыс сквері жұртшылықтың сүйікті орнына айналған. Осы қыркүйектің аяғында 100 жылдығын тойлайын деп отырған Успен ауылына бұл үлкен тарту екенінде дау жоқ. Жол картасы бағдарламасы елімізде енді сол бағдарламамен көптеген істер атқарылып жатыр ғой. Міне ауданымызда сол бағдарламамен мінекей көп істелінді деп айтуға болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырған міне біздің жасыл демалыс алаңы өзімізге көз қуантарлық жағдай ғой. Демалысымызға да, міне балалардың жүгіріп ойнауларына да сондай бір жақсы, бір керемет алаң. Балапанды күзде сана дейді дана халық. Күз ауыл шаруашылық үшін етек жеңді жинайтын кезең. Жаздай өсірілген өнімді шашпай төкпей, қамбаға құйып алу басты мақсат. Оған әрине ауа райы көп әсер ететіні сөзсіз. Биылғы күз жаңбырлы болып тұр. Десек те, шаруагер адам жұмыстың ығын біле отырып, күннің тиімді сәтін ұтымды пайдалана білетіні рас. Көздің жауын алардай қып-қызыл қарақұмық егістігі мемондалап тұр. Егістікте өнімді дестеге түсіру жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Биыл қарақұмықтан аудан бойынша гектарынан 5 центнерден, ал кейбір жерлерде 7 центнерден өнімділік аламыз дейді аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы Ержан Теміржанов. Бәрі дұрыс, барлық жұмыс өз ретімен жаталып жатқаны байқалады. Ал Ковалевский ауылдық округіне қарасты биік шаруа қожалығының егістігіне келген біздер жайқалып тұрған егінді көргенде қуанып қалдық. Қазақта елде болса ерінге тиеді деген аталы сөздің мағынасын терең түсінген біздер егістіктегі баданадай бидайды көріп қолға ұстап мәз болдық. Кісі бойына пара-пар биікте бітік өскен Қазақстан 15 сұрыпты бидайдың басқа сұрыптан өзіндік ерекшелігін де сездік. Дән шіркін әлі де жап-жасыл, иіскесең сүт иісі келеді, ауылға салсаң сүт дәмі шығады. Ертең нан қайналар дәнді ұстап бағалап жатырмыз. Мынандай жайқалған егінді көріп, Алладан ауа райының дұрыс болуын тіледік. Жиын терім біткенше жылы күн болса ғой деп армандадық. Сарала күз күшіне енген, айнала сары әлем біздерді алға шақырады. Біздің телевизиялық топ тағы кезекті іс-сапарға шықты. Тақтайдай тегіс жолмен желмен жарысып келеміз. Жолдың екі жағын көмкерген сарала ағаштар біздерге қол бұлғап кейін қалып жатыр. Аспан ашық. Күздің бір тамаша күні біздерге бір көңілділік сыйлағандай. Автокөлік терезесінен алған таға қарап біздер отырмыз. Алда сан салалы бір күнге жүк жұмыс реті. Бет алысымыз Железинка ауданы. Аталмыш ауданның кіре беріс қақпасынан ақ бір реттілік байқалды. Біздерді аудан әкімінің орынбасары Балтабай Мәдениұлы қаппасып қарсы алып, Башмачная ауылдық округіне қарасты Берегобой ауылына жол бастады. Облыс орталығынан әлде қайда алыс жатқан кішігірім ауылдағы сүт өнімдерін өңдеу цехының жұмыс істеп тұруы тіпті де керемет. Бір кереметі кәсіпкер осы цехты 30 миллион теңгеге өз қаржысына сатып алғаны, ешкімге қол жайып көмек сұрамағаны. Ауылдағы сауылған сиыр сүтін төкпей шашпай өнімге айналдыру, жергілікті тұрғындарға қосымша жұмыс орнын ашу қомақты жетістік әрине. Мәннің бәрі маманнан демекші, цехтағы 5 адамды жарты жылдай қаладан арнайы технолог шақырып, оқытып, ортан қолды маман дайындап алуы азаматтық. Бүгінде бұл адамдар өз ісін жетік білетін маман болып шыққан. Көптеген жерлерде қол жетпей жататын аталмыш цехта сүт қабылданып алынып, оның тазалығы, сапалылығы тексеріліп алынатын болып шықты. Одан кейін әртүрлі өнімдер дайындалып, қапталып жөнелтіледі екен. Атап айтсақ сүт, қаймақ, айран, ряженка, брынза, ірімшік өнімдеріне сұраныс көп. Цехта дайын өнімдерді суытып, сақтайтын арнайы тоңазыту орны жұмыс істеп тұр. Шаруаның үлкен кішісі жоқ. Бір кереметі сүт қапшықтарының дизайны. Оны Қайрат Теміршотұлы өз талғамымен жасатқан. Сыртқы өрнегі көп нәрсені шешетінін ескерсек, бұл жағынан ұтқаны жетерлік. Елбасы биылғы жолдауында агроөнеркәсіп кешені туралы айта келіп, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін қойған болатын. Осы бір маңызды міндеттің Нүкер ауылдық тұтынушылар кооперациясында лайықты орындалып жатқанының куәсі болдық. Жаңа ғасыр, жаңа жабдық, еңбекке деген жаңа тәсіл, жаңашыл басшы бүгінгі табыстың басты көзі. Айнала байлықтың өңі деп есептелетін сары түске боялған. Ақ балтырлы қайыңдар сары жапырағын құлағына іле маңғаздана біздерге сынай қарайды. Қайыңдар айналасын көмкерген егістікке қараған біздер алтын күз картинасын суреттен көргенде әсерде тұрмыз.
Бүгінгі күздің күні кіршіксіз аспаннан нұрын төгіп тұр. Айнала жылылық, ақ жарқын көңілдер. Біздер бәрін қимағандаймыз. Орақтағы еңбек күні біздерді біраз жерге дейін шығарып салды. Біздер күні бойы демалған адамдай бір жеңілдікті сезіндік. Еңбек күні алыстап барады. Қалада тұратын адамдардың өздері біздерге кездесе қалса, ауыл және адамдар телехабарын көргенде елге көшкіміз келіп қалады дегенін естігенде біздер қуанып қалатынымызды ұмытпаңыздар ағайындар. Біз сіздермен ауыл және адамдар бағдарламасында әлі талай кездесеміз. Неге десеңіздер, біздерге ауыл ұнайды, ауылдың адамдары ұнайды. Қазақтың шағын ордасы аман болсын, ауылдар деген тілекті сөздерімізді кез келген хабарымызда айта береміз. Аман болсын ауылдар.